пота өзің Айнұр ханым мен Айнұр апаймен бірге жұмыс істеп жатсың. Былайша айтқанда сол кісінің танымалдылығын, имиджін қалыптастыруда еңбек етіп жатсыңдар, иә? Осы жерде жаңа Айым ханым айтып кеткендей, шын бірінші компания маңызды ма болған, әлде адамның жеке брендін қалыптастыруға маңызды? Негізі именно Айнұр Тұрсынбайға келетін болсақ, ол кісі маған дейін де өзінің атын қалыптастырып қойған, халықтың арасында атақты айтыскер ақын ретінде танылған адам болған. Айтыскерлігімен қатар, сол танымалдылығының арқасында, атының арқасында ол кісі телевизиялық жобаларға жүргізуші болып кіріп бастады. Кірді, телевизиялық жобада біз негізі тоғысқан жеріміз телевизия. Мен кадр сыртындағы режиссер, ол кісі менің жүргізушім. Мақпалдың мекені, Айнұрдың асханасы деп шыққан сол кезде бір-бірімізді тани бастадық. Айтады ғой, қазір адамның жеке брендін қалыптастыру үшін бірінші распаковка жасайды, оны тұлғалық талдайды, зерттейді, танып біледі деп. Ал мен ол кісіні өзімнің алдындағы жүргізуші ретінде танып, сол кезден бастап танысып, бір-біріміздің қырымызды, былайша айтқанда мықты қырларымызды, осал тұстарымызды анықтап бір-бірімізге солай жақындап бастадық. Біз телевидениеда кадр сыртындағы адамдар, продюсерлер, журналистер, режиссерлар, тіпті мына отырған операторлар, біз барлығымыз сол тұрғыда жүргізушінің бет бейнесін, образын қалыптастыру үшін жұмыс жасайтынбыз. Жаңағы Айнұр ханым жүргізушілікке келген бағдарламада 4 жүргізушінің жеке тұлғалық өздерінің өміріндегі айналысып жатқан істерінен бөлек ведущий ретінде, жүргізуші ретінде қалыптасуына жұмыс жасадық, олардың образдарын жұмыс жасадық, сөйлеу сөздеріне, текстеріне, дикциясына, камераға қараюына, сөйлей алуына. Өйткені бұрынғы кезде телевидение ол адамдармен коммуникация жасайтын ең үлкен құралдардың бірден бірі болды. Сол кезде біз ол кісілердің образын қалыптастырып бастадық. Одан кейін Айнұр ханымның өзінің образында, жаңағы характерында истеройный деген өзінің бір жұлдыздарға тән, публичностьқа тән, вниманияға жаңағы зәру, өзінің ақын айтыскерлерді не шабыстырады, халықтың қошеметі шабыттандырады, халықтың алғысы шабыттандырады, жаңағы признаниясы шабыттандырады. Сол себептен Айнұр ханыммен жұмыс жасау бұл тұрғыда өте оңай. Және де мен бір қазіргі станда, енді әлбетте біз жаңағы жарнамалық интеграцияларда, компаниялардың жұмысында, ішкі системада, ішкі кухняда, командамен жұмыста бүкіл системасына бас көз болып қарап жүрмін, но десек те адамның өзінде ішінде мына брендке қатысты бизнес мышлениясы, креативный мышлениясы болмаса, ол адаммен жұмыс жасау қиын. Айнұр ханымда ол завышенный, уже развитый, жаңағы креативный мышлениясы да, бизнес мышлениясы да. Сол себептен екеуміз тандемде өте қызықты, сәтті жұмыстар атқарып жатырмыз. Және де қазіргі компаниялардың ашылуы, бриллианттардың ашылуы, бұл былайша айтқанда әлі цветочки. Өйткені жеке бренд ретінде, тұлға ретінде Айнұр ханымның өз атына, өзінің болашақ жоспарына қойған мақсаттары. Толық потенциал әлі ашылған жоқ. Әлі білесіз ба, ол кісі Forbes-тың төңірегінен кіру. Ол кісі неге бай адамдардың, топ бай адамдар туралы көбірек айтады. Өйткені сол бай адамдардың арасынан өзі көргісі келеді. Не в плане того, что прям ценность, құндылығы ақша жағынан баю емес, а именно признание жағынан, осыны өзі жасаған, қолы жеткен, істеген, халыққа қосқан үлесі ретінде танылғысы келеді.